Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме «Пойыздағы мазасыз түн». Пойызға біреуді шығарып салсам, қарадан қарап көңілім құлазып, өзім мінсем сол кеткен жағымнан оралмайтындай бір алаң кіретіні рас. Рас түсініксіз сезім. Қашанғыдай көмір мен майдың, қолаңсасы аралас ащы тердің, бұрыш-бұрышты жайлаған зәрдің, Астанаға жақындағанда жұрт үстіне асығыс шашқан арзан әтірдің иістің қосындысы вагон үшін тұтып қалыпты. Қостанай Алматы пойызы жылқып барып, жолаушылардың екі қадақ қуанышын, мың жылғы мұңы мен зіл батпан қайғысын ішіне сыйдырып қозғала бастағанда, сыртта Астананың суық желі соғып тұрған. Бірте-бірте перрондағы қимай қарап тұрған жанарлар жалт етіп, бұлғанған қолдар ауа қармап, ауыздар жыбырлап, әлдене деген күйі кірі бес батпан терезеден жым-жылас жоғалып, шалғасынан жатқан дала көрінді. Иреңдеген алып құрт бірте-бірте қарқын алып, суық желді қақ жарып жетіп келеді. Сырты ағал-жағал, мыжырайған жалғыз үйлер әздездерге көз тоқтатып үлгермейсің. Алыстан көзге шалынатын қазақ ауылдары соғыс көргендей тым жүдеу. Әйтеуір қазаққа бұйырған нәрсенің бәрі көнетоз жүдеу, әрі мұңлы күй кешіп тұратыны несі екен деп ойлайсың. Тек салқын самалға кеудесін тосып тыныстап, момақан жатқан дала ғана жаңалау көрініп, қай өңір, қай облыстың тұсында келе жатсаң да, қыраты мен белгі көзге жыл ұшырайды. Купедегі үш әйел де жайғасып үлгеріпті. Қасыма ер адамдар түспесе екен деп тілеп келіп едім, жолым болғанына іштен қуанып қоям. Шашын сарыға боятса да, онысы өңін аша қоймаған қара торы келіншек пойыздың тебіреткеніне рахаттана маужырайды. Үстіне сепкен аттардың исі нәзік екен. Өзара күбірлесіп сөйлесіп жатқандарында қасындағы стразды жапсырып әдемлеп, мұқият әрлеген озық тырнақтармен телефонның бетін тауықтың жем шоқығандай тық-тық басқан толық сарысы құрбысы болу керек. Қарама-қарсы отырған әйелдің түр әлпеті адамның есінде қала бермейтіндей қарапайым, шашын тым қысқа қидырған бидай өңді, көзінің асты аздап көгіс тартқан, қырмырында жұғалтаң еріндері үйлескен арықша әйелді қазақтың бейнетті көп келіншектеріне ұқсаттым. Ол терезеден бірауық көзін аударып, арасында мен жаққа қарағыштап қояды. Екі құрбының өзара күбірлескені болмаса, өзгеміз үнсізбіз. Негізі пойызда танысып, арқа-жарқа әңгімелесе кеткенді ұната бермеймін. Бәрібір былай шыға бере, ол адамды ұмытып қаласың. Әрі оның қандай адам екенін де білмейсің. Бір көрген адаммен отыра қалып шай ішуде, қалай болғанда да өзіңмен өзің болғанға жетпейді. Өзімнен өзі болатын тыныш адамдар ұнайды. Сықпытына қарасаң кәрі шешеммен құрдас көрінетін болтық матрас төменге сырғи береді. Ішіндегі мақтасы түйіртпектелген жастықтал вагонның жел өріп тұрған бұрышын бітеген болдым. Сілкімей-ақ 40 жылғы шаңы ақтарылатын алаша секілді ұсқынсыз қоңыр жамылғыдан пойызға мінген сайын көзім ұшынып, конъюнктивитке айналып кететін ойлап, оны әрірек қысырдым. Адам жас уағында жайлылықта онша мән бермейді. 20-дағы кезінде күй талғау, ұйқысыздық дегенді білдік пе? Шамасы үлкендік кірейін деді ме? Пойызға мінсем, бабын табылмай мазам қашады. Енді ертең қашан болады деп мөлейіп отыру ғана қалды. Сағат ертеңгі 10 болмай мінсек те уақыт түске енді тырмысып келеді. Соны Айоканың «Синева небес» деген кітабының біраз жерін оқып тастаған едім. Шығарма қанша қызықты болғанмен, телефоннан оқығанда, кітапта қолға ұстап оқығандай ләззат аламайтының болмаса, ұзақ жолда бұл да ермек. Сәлден соң екі құрбының тамақ ішпек болған ыңғайларын байқап, дәлізге шықтым. Ере шыққан бидай өңді келіншек әжетхана жаққа кетті. Одан тамбурда теріс қарап ұзақ тұрды. Пойыз рельсі қаттырақ ұрғылап жатса да, көрші көпедегі әңгіме анық естіліп тұр. Бейтаныс жігіт қасындағы екі-үш бозбалаға өзінің қыздарды қалай айналдырғанын жырғылып айтып жатыр. Тыңдаушылар да оған жел беріп, қосам жарласып қояды. Бір көпедей корей сәбізінің, біреумен Қытай кеспесінің иісі шығып тұр еді. Көпелес әйел иығын қушитып басын төмен салып, құнысқан күйі қасынан өтіп кеткен кезде мұрныма спирт иісі келгендей болды. Көпедегі орным жоғарда болғаны мұндай жақсы болар ма? Бидай өңді келіншек жұпынылау ауқатын алдын алғанда, мен де орныма отырып, қораптағы айранды іштім де, қолыма алма алып, оқуды жалғастырдым. Ұсақ әріптер көз алдыма жыбырлай бастаған, бір уақытта көзім ілініп кетіпті.
Оянып басымды көтергенімде бидай өңді әйел қуанып кеткендей болды. Рахаттанып ұйықтадың ғой. Жаңа жаңбыр жауды. Танымаса да жас үлкендігіне салып сен деп сөйлеген әйелдің даусынан бір қуаныш лебі сезіледі. Жаңбыр жауғанына қуанғанына қарағанда көптен дала көрмеген. Бәлкім ұзақ уақыт ауруханада жатқан адам шығар. Әйтпесе вагон терезесіне тамшы жабысқанын мен де көргем, бірақ соған мән бермегем. Төменге түсіп отырдым. Манағы құрбылар Инстаграмдағы біреулердің аккаунтын талқылап, интернет дүкендерінің тауарлары туралы айтып отыр. Осы пойызға мінгенде уақыттың баяу жылжитыны несі екен? Бидай өңді әйел тағы да өзінше байқатпай жүзіме барлай қарайды. Жүзінде осыны қайдам көрдім деген сұрақ бар. Сіз мені біреуге ұқсатып отырсыз-ау дедім шыдамай. Қайдан білдің? Түстен бері қарай бересіз. Бір жерден көрген сияқтымын. Зонада болған жоқсың ба? Жайбарақат отырған екі әйел біз жаққа жалт қарағандай болды. Әйелдің осы сөзі оның жүріс-тұрысының, киімінің, бет әлпетінде тұрған уайымның неге өзгеше көрінетіндігін жұмбағын шешіп бергендей болды. Зона дейсіз бе? Түрмені зона дейтін ойымда түсті. Жоқ, Құдай сақтасын, болған емеспін дей жаздап барып, жұмыс бабымен бір-екі рет барғаным есіме түсті. Иә, болған бір-екі рет. Бұл жауабым өзіме әрі тосын, әрі қызық көрінген. Оның үстіне тар жерде зерге бастаған едім. Менің жауабымды естіген екі құрбың көздер бақырайып кеткенін көргенде, ішімнен аты жөні жоқ бір күлкі қыстым-ау. Статья қандай? Бірдеңесінші статья дейін десем, ол жағын біле бермейтін болғасын үнсіз қалдым. Онымды әркім өзінше түсінді. Түзету мекемелеріне журналист ретінде барғанымды сәлден соң айтармын деп ойлап қоям. Әйел көпеден шығып, 10 минуттай кідіріп қайта келгенде арақ иісі мүңкіп кетті. Дүниеде ішкен адамды жек көрем, мас адамнан қорқатыным да бар. Оның үстіне әйел адамның арақ ішкені не сұмдық, өзі зонадан шықса. Ал не істемек екен деп екі құрбыға қарап қоям. Олар ештеңе елемегендей, қасымдағы көршім арақ ішейді деген деп жол серікке барып шағым жасауда ыңғайсыз. Өзі артық ауыз сөйлеп жатқан жоқ, өзімен өзі. Сонда да ішімнен дәл осы купеге отырғаныма өкіне бастады бір ойым. Мүмкін бұл әйел шынымен де мені біреуге ұқсатқан шығар. Болмаса әңгіме болсын деп жай ғана айта салған шығар. Ал өз сол жақта аспаз не күзетші болып жұмыс істеуі мүмкін ғой десе, бір ойым, әншейінге ізгілік, әділеттілік туралы мақала жазасың. Енді несіне жиырылып отырсың? Өмірде әділетсіздікке тап болған адамдар да болады. Бұл әйелде қателесіп жаза басқан шығар дейді. Телефонынан көзімді алмаған күйі, көпелесің ұнасын намасын шыдау керек. Ертең таңда Алматыға түсеміз. Бар жоғы 12-13 сағат. Қазір ұйықтаймыз. Сосын оянғанда таң атады, аз қалды деп ойлап, өзімді өзім жұбатып отырдым. Сәлден соң көпеден шығып кетіп қайта кірген екі келіншек жиналып жатты. Тоқтайтын станциялар жақындаған шығар деп ойладым. Бізден аулақ кетті деп мырс-мырс күлді. Қысқа шашты әйелдер олар кеткен соң. Неге? Зонада болғанымызды білді ғой. Әйелдің сөзін ұнатпасам да ол екеуінің осы көпеден шығып кеткенше асыққандарын өзімде байқағанда едім. Тап осы бір сәтте көңілсіздік билеген ай. Біреулердің сенен үркіп, не секем алып кетіп қалған сонша жақсы әсерге бөлемейді. Оның үстіне мына әйелде ұнамай барады. Сонда мына көпеде осы кісімен оңаша қалғаным ба? Үстінен әлде бір иіс шыға ма өзінің? Түрі де бір түрлі, көне тоз. Өзінше мені жақын тартып қоятын қайтерсің? Мен сіз деп сөйлесем де, сен деп. Қайта манағы екеуінің болғаны жақсы еді. Енді келесі станциядан біреулер мінсе екен деп тілеп отырдым. Тап осы сәтте манағы босап қалған орнынан аңқылдап ақтарылып әңгімесін айтып, шайға қанбайтын кәрілеу қазақ кемпірім, болмаса бала көтерген